Ұлттық қордан балаларға қалай ақша түсіп жатқанын, неше теңге түсіп жатқанын көру үшін біздер Google-ға кіреміз. Google-ға кіріп Kids NPF KZ деген осылай жазасыздар. Жазған кезде қараңыз, национальный фонд детям деп тұр, соны басамыз. Соны басқан кезде бізде осындай бет ашылады. Астыға қарай ақырындап түсеміз. Мына жерде қараңыз, иін жаз деп тұр. Балаңыздың жаңағы ЖСН-ін жазасыз осы жерде. Баланың ЖСН-ін жазып, проверить деп басасыз. Қазір міне ашылды, қараңыздар. Мына жерде доллармен көрсетіп тұрады екен. Долларды біз теңгеге ауыстырып қойсақ болады. Мына жерде доллар дегенді біз KZ теңгеге ауыстырғанда 45.050 теңге менің қызыма түсіп тұр екен. Міне осылай көре аласыздар. Құтты болсын баршаңызға.